Достар, біз осында пицца пепперони және фруктовый пицца жасаймыз. Ескере кетіңіздер, біз 4 пицца жасайын деп жатырмыз. Описаниядағы грамм мөлшерлері 4 пиццаға қажетті дүниелер. Егер сіздер 2 пицца жасайтын болсаңыздар, соның жартысын жартыға бөліп алып жасасаңыздар болады. Ал біз суымызға сүтімізді, шімшкі майымызды, қантымызды, тұзымызды және дрожжымызды салып араластырамыз. Сұйық масымызды араластырып болған соң ұнға құямыз. Және де әдемілеп тұрып қамыр илейміз. Қамыр негізі жұмыс істегенді жақсы көреді. Сол себепті оны қайта-қайта қайырып илеген жөн. Қамыр біріккеннің өзінде оны кем дегенде 3 минут қайтадан илеу қажет. Қамырымызды осындай текстурада болу керек. Пакетке 1 сағатқа салып қоямыз. Ал енді қамырымызды өлшейміз. Сіздерде таразы болса 300 граммнан теңге 4-ке бөліп өлшеп аламыз. Ал егер таразыларыңыз болмаса, онда көз жобасымен ғана өлшейміз. Қамырларымызды өлшеп алып, осылай түйіп, ішке қарай кіргізіп түйіп аламыз. Домалақтатып, және тағы да жарты сағатқа қоя тұрамыз. Начинкамыздың мөлшерлемесін описанияда қалдыратын боламын. Шұжығымызды жұқалап турап аламыз. Ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Киви, алмұрттарымызды жұқалап тураймыз. Ал енді соусымызды дайындайық. Мына жерде көрсетілгендей 2 қасық томатқа суды араластырғанмын және оған 2 шай қасықпен қант салдым. Қамырымызды осылай жайсаңыздар болады, тартып. Не оңай жолы оқтаумен жаю. Қамырға
Соусымызды, ірімшігімізді және начинкамызды саламыз. Және де ескерсе кететін жайт, алдын ала 320 градуста қыздырылған 5 минут кем дегенде қыздырылған пешімізге ғана саламыз. Енді фруктовый пиццаға ақ соусымызды дайындаймыз. Оған азғантай сүтке майонезімізді құямыз және әбден араластырамыз. Және оған кішкентай шай қасықпен 3 қасық қант саламыз. Фруктовый пиццада начинкамызды соңынан саламыз, яғни қазір сырмен бірге пешке саламыз. Қамырымызды сыр бетінде балқығанша дейін, сосын барып нарезкамызды салатын боламыз. Немесе жемістеріміздің беті кеуіп кетеді. Жеміс жидегіміздің үстіне аздап ірімшігімізді себеміз. Міне ең дәмді жеміс жидектермен пицца дайын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.